Ассалаумағалейкум қазақ елі. Менің есімім Алмасбек, Шопан ата ұлттық мал өсірушілер қауымдастығы төрағасы. Жақында барлықтарыңыз құлағдар болып жатсыздар, ауыл шаруашылығы министрлігі жаңа заң қабылдап жатыр. Уже біраз жерге дейін жетіп қапты. Олна ауылдағы қосалқы шаруашылық туралы. Ол заңның қисықтығы ауылдағы әрбір үйге малдың басын шектегісі келеді. Әрбір үйде ауылдағы 2 сиырдан артық мал ұстатпағысы келеді. Одан қалса, сол қосалқы шаруашылық туралы заң арқылы ауылда 2 сиыр ұстаған, 5 ешкі ұстаған қазақтарға салық төлеткізгісі келеді. Пенсиялық төлемдер төлеткізгісі келеді. Әлеуметтік төлемдер төлеткізгісі келеді. Сондықтан осындай заң ауыл тұрғындарынан тыс бізбенен талқыланбай қабылданып жатыр. Ол қайдан шықты? Оның шығу себебі 1-ші қыркүйек күні еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өкіметке тапсырма берді. Мына ауылдағы елге қосалқы шаруашылықта мал бағып отырған қазақтарға субсидия, мемлекеттік қолдау, несиелер соны аламай жатыр. Соны алатын қолайлы заң шығарыңдар деді. Ал министрліктегі осы заңның авторлары қисық заң шығарып жатыр. Біз оған жол бермеуіміз керек. Бүгінгі күнге дейін бұл заң біздің қаперімізсіз, біздің араласуымызсыз өтіп кетті. Сонымен, ондай заңды қабылдамас бұрын ауыл шаруашылық министрлігі бірінші нақты шаруа қожалықтардың ауылдың сыртындағы жерінің мәселесін шешіп берсін. Екінші, ауылдағы қоғамдық жайылымды шешіп берсін. Содан кейін ғана барып, қосалқы шаруашылықтағы малдың басын шектейсіздер ме, басқа не жасайсыздар, сол кезде әңгімелесейік. Әйтпесе, ауылда сиырдың боғымен, тезегімен, қойдың құмалағымен воняет деп қойып, ауыл шаруашылығы министрлігінің қызметкерлері осындай бізге қисық заң шығарып жатыр. Сондықтан да біз бұған жол бермеуіміз керек. Құрметті ауыл тұрғындары, құрметті ауыл шаруашылық мамандары, құрметті ауыл жанашырлары, төмендегі петицияны толтырыңыздар. Біз осы петицияны Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа жолдаймыз. Бұл заңға жол бермейміз, тоқтатамыз. Бұндай ауылды құртатын заң бізге керек жоқ. Сондықтан да Алмасбек KZ сайтына кіріңіздер, немесе петицияның сілтемесі төменде болады, соған дауыс беріңіздер. Ауылымызды осындай ауыл шаруашылығы министрлігінен құтқаруымыз керек. Рахмет.